Всем привет! Бүгін деген мен пирожки пісірдім орам жапырақпен. Бұл деген ұзақ процесс, сондықтан шулап жатыр ғой, шулап. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай қамыр деген жұмсақ күшті орам жапырақпен пирожки пісіреміз. Барлық ингредиенттер төменде описаниеда жазылған. Алдын ала дайындап, сосын барып іске кіріссеңіздер күшті болады. Кеттік, бастайық. Ең бірінші біз тенжонды дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт пен 20 грамм ұнды әбден араластырып, орташа отқа. Бұл тенжон газда қою болғанша тұруы керек. Оны қою болғанша араластырып тұруымыз керек еще. Мені қараңыздар, осылай тоқтамай араластырыңыздар. Газымыз деген орташа отта тұрсын. Сосын от қою болғанда газымызды өшіріп, бұл тенжонды бір жерге қойып қоямыз. Ол су керек, суытуға қойып қоямыз. Қараңыздар, ол тез қоюланады. Бұл менде ситадан өткізілген ұн мен тұзымды араластырып қоямын. Қазір қамыр елуге керек болады. Бірақ қамыр елеместен бұрын мен апара дайындаймын. Ол үшін сүт, секер, дрожжимізді күштетіп араластырып, бетін пищевая пленкамен жауып, 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін қараңыздар, күшті болып тұрады түрі, кәдімгідей көтеріліп тұрады. Осыны қазір тестімізға қосамыз. Қараңыздар, 15 минуттан кейін біздің апарамыз осылай көтерілді. Енді осымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін қамырды мен осылай термомикске дайындаймын. Ситадан өткізілген ұнға апарамды қосамын. Содан кейін 2 жұмыртқаны, сары майымызды қосамыз. Менде дүкендегі сары май болмады, сондықтан мен қолда бар, үйде тұрған сары майды қостым. Сосын ең басты зат бұл жердегі біздің тенжонымыз. Ол менде суып тұр. Осы тенжонымызды қосамыз да күштетіп араластырамыз. Егер де қамыр елейтін зат жоқ болса, қолмен істеңіздер. Менде осындай термомикс бар. Мен термомикспен істеймін. Мен деген термомикспен қамырымды иледім. Қараңыздар, қолыма жабысып берекетті алғасын мен істедім. Кішкене ұн сеуіп жібердім. Сосын қайтадан термомикске қойдым. Ол маған қайтадан илеп берді. Вот содан кейін ол кішкене тестім жақсы болды. Енді дайын қамырды шұңғылдау табаға астына май жағып, көтерілге қойып қоямыз. 1-1,5 сағат тұрса, сол жеткілікті. Мен осылай қамырым жабыспас үшін май жағып қоямын. Мен деген үнемі қамырды термомиксте илегесін қолмен күштетіп илей алмаймын. Білмеймін, как будто қолмен илеген бір қиын сияқты болып тұрады. Мені термомиксім илеп берді. Осыны есін тандырып, қамырдың барлығын термомикстен тазалап шығарып алды. Сосын қолмен осындай дөңгелек домалақтап, әдемі формада осылай табаға қойып қоямыз ыдысымызға. Міндетті түрде бетін жабыңыздар, жылы жерге ұстаңыздар. Сосын 1 сағат, 1,5 сағат кәдімгідей көтерілгенше тұру керек. Мен осылай пищевая пленкамен жауып, газды қосып, сол газдың қасына қойып қойдым. Күшті болып көтерілді. Енді сол нанымыз көтерілгенше, қамырымыз көтерілгенше, пирожкиміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге не керек? Әрине жуа керек. 1 штук жуаны 4 бұрышты етіп турап, қызған майға саламыз қазір. Сіздер майларыңыз қызғанша жуаны күштетіп, уақтап, турап алыңыздар. Негізі бар ғой, бірінші видеоны түсіріп, содан кейін оған осылай дәл қазір мен істеп отырғандай озвучка жасаған, бұл өте қиын. Себебі сіз уже істеп отырғанда сіз айтып тұрасыз да, и ол жеңіл сізге. Ал мен сияқты былай істесеңіздер, мен үшін өте қиын. Мен неге озвучка жасап отырмын, себебі үйдегі бөпелерім маған прям мешать етеді ғой. Ан жақтан дауыстары бақырып, біреу мын жақтан бақырып, сөйтіп видео вообще шықпай қалады. Жақсы, оны қоя тұрайық. Енді келесі жуамыз қуырылғаннан кейін осылай 40 қабатымызды уақтап турап, қуырылған жуанын үстіне саламыз. Сосын екеуін бірге орташа отта бетін жауып қойып күштетіп пісіреміз. Міне қараңыздар. Бұл менде 400 грамм жуа, бұған тұз бен бұрышын қосып қойдым. Осылай араластырып, бетін жауып, 1,5 сағатта пісет бұл. Точно 1,5 сағатта пісет. Міне осылай піскеннен кейін мен секер қосып жібердім. Сіздер пісіріп жатырғанда міндетті түрде дәмін қараңыздар, себебі бір тұзы жетіспей тұрса, тұзын қосып жіберіңіздер, себебі
қазір пирожкидің ортасына, қамырдың ортасына салмастан бұрын сіздің салманың дәмі, начинканың дәмі уже күшті болып тұру керек, чтобы сіздің пирожкилеріңіз вообще тема шығу үшін. Міне менің наным, қамырым көтерілді. Әншейінде мына күн бар ғой, осылай жарқырап шықпайды. Мына осы видеоны түсіргенде осылай мешать етіп тұрды ғой маған кәдімгідей. Осы көтерілген қамырды мен деген 16 бөлікке бөлдім. Каждый мына кішкентай бөлік ол 50 граммнан. Тоже осылай алдын ала дайындаймыз, қоямыз. Бұл бір қамырмен жұмыс істегенде қалған қамырдың бетін жауып қойыңыздар. Себебі ол тез кеуіп кетеді да, жаман болып. Міне осылай қолмен немесе оқтаумен жаямыз 50 грамм қамырымызды. Сосын ортасына піскен, алдын ала суытылған бағанағы салмамызды саламыз 40 қабатпен. Содан кейін міндетті түрде өте мұқият жабыңыздар. Бұл піскенде бір ашылып кетпейтіндей, немесе суы ағып кетпеу керек. Сондықтан міндетті түрде мұқият қолыңызды ұнға батырып отырып, қолыңызға жабыспайтындай етіп, күштетіп жауып шығыңыздар. Осылай барлығын істеп шығамыз. Тағы да қайталап айтам, бір қамыр, бір домалақ қамыр менде бір 50 грамм, 55 грамм, 16 граммға мен бөлдім. Себебі мен кішкентай пирожки, сүйкімді осындай пирожкилар жақсы да. Барлық пирожкиімізді істеп болғаннан кейін, осылай противеннің үстіне пергамент қағазын жаямыз да, үстіне пирожкилерімізді салып шығамыз. Содан кейін оның үстіне міндетті түрде жұмыртқа мен сүтті араластырып, әр пирожкидің үстіне жағып шығыңыздар. Негізінде осылай жұмыртқаны жағатын арнайы бір құрал бар, бірақ ол менде қазір қолымда жоқ. Мынау пештен қазір шыққан пирожкилер орам жапырақпен міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қандай да бір ойларыңыз болса, или комментировать еткізулеріңіз келсе, төменге жазып кетіңіздер.